Сәлем достар, бүгін Instagram мен TikTok'ты шулатып жатқан, қазіргі таңда тренд болып жатқан тренд донер немесе тренд шаурма жасайтын боламыз. Ең алдымен өзімізге керекті фаршымызға дәмдеуіштерімізді қосып шығамыз. 2 ас қасық қаймақ қосамыз, орнына греческий йогурт қоссаңыздар да болады. Зәйтүн майынан 3 ас қасық қосамыз. Барлығын қосып болған соң жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл жерде дәмдеуіштерден тұз, қызыл және қара бұрыш, паприка және де құрғақ чеснок, сонымен қатар фаршқа және де шашлыкке арналған приправа қоссаңыздар болады. Осылардың барлығын қосып жақсылап араластырып шығамыз. Бірінші қасықпен, сосын қолымызбен жақсылап араластырып шығып, осылай ұрғылап шығатын боламыз. Келесі кезекте пергамент қағазын аламыз. Үстіне фаршымызды қойып, тағы да пергамент қағазын қойып, оқтаудың көмегімен жайып шығатын боламыз. Қатты баспаңыздар, кішкене икемдесеңіздер, өзі жақсы жайылады. Осылай пергамент қағазына жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Жақсылап жайып алғаннан соң пергамент қағазын жаймен біріншісін алып шығамыз және де екіншісін еппен осылай видеода көрсетілгендей орап шығатын боламыз. Менде 500 грамм фарштан осылай пергамент қағазына оралған 2 фарш дайын болды. Мұның өзінен сіздер 4 донер жасасаңыздар болады. Қасына ол үшін сіздер көкөністерді көптеу етіп қосқандарыңыз жөн. Ал жалпы аздан қосатын болсаңыздар, бұл 2 порция 2 адамға арналған. Келесі кезекте листқа орналастырып шығамыз. Дайын пергамент қағазына оралған фаршымызды және де өздеріңізге ұнайтын болгарский, қызанақ, чеснок және де жартылай ащы бұрыш. Тұрған пешімізге салып 200 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Мінекей донерге арналған заттарымыз пісіп шықты. Келесі кезекте енді жаймен барлығын листқа түсіріп шығатын боламыз. Көкөністерді қабықтарынан ажыратып шығамыз. Қазір менің тамағым ауырып тұр, сол үшін даусым кішкене дұрыс шықпауы мүмкін. Ол үшін айып етпеңіздер. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Еті донерге арналған еттен кем емес. Ыстық қараңыздар, осылай бөлек-бөлек оңай түседі, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді дайын лавашымызды алып, сол лавашымызға барлығын ретпен орналастырып донер жасайтын боламыз. Соусын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Кішкене бөліп, осылай барлығын ажыратып аламыз. Пиязды ұнатсаңыздар, пияз қоссаңыздар болады. Не ұнатасыздар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді етті қойып алып, үстіне арғарай ащы бұрыш, болгарский, қызанақ барлығын орналастырып шығатын боламыз. Жартылай ащы бұрышты сіздер ұнатсаңыздар қосыңыздар. Егер қатты ащы ұнамаса, мен сіздерге қосуға кеңес бермеймін. Орнына болгарский немесе светофор перец қоссаңыздар болады. Енді жақсылап орап аламыз. Ішіне қатты толтырып салмаймыз. Толтырып салсаңыздар оралмай қалуы мүмкін. Лавашты нанын тоңазытқышқа салмаймыз. Алдын ала жұмсақ кезінде жасаймыз. Өйткені дұрыс жасалмай сынып кетуі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде жұмсақ кезінде жасаймыз. Енді екінші донерімізді жасап шығамыз. Тура солай кезекпен орналастырамыз. Мен соусқа бұл жерде майонез, кетчупты тұтындым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген соус түрін жасап қолдана берсеңіздер болады. Ашылып кетпеу үшін міндетті түрде осылай 2 рет орап алыңыздар. Одан кейін 2 шетін бүгіп, тағы арғарай орап шығасыз. Келесі қызып тұрған тапаға асты үстін бір салып аласыздар. Сол кезде қытырлақ болып шығады. Қазір мен сіздерге бөліп көрсетемін. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сочный болып шығады. Осы трендтегі донер маған өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығыңызға кеңес беремін.